шіркін-ай, естілетін ән мен күй, екі қабат қызыл үй, балаларды баулыды көрнектікке ойға түй. Бану сәулем аруа, Гүлбақырам Әлия, Нағашыбай Қазымбек, еңбектері жария. Дәулеткерей баулыған, Гүлшат әсел Қайыржан, шәкірттері ұстаз боп, кең өрістей жайылған. Фортепиано баянға, үйретуде балаға, ұнап жатты ауылда, алғыс айтып ата-ана. Тәлімі мол Дария, ән салғызды Ғалия, оркестрде балалық күмбірледі домбыра. Көтерер жан күйлерді, кім сүймейді өнерді, жастарыңды жетелеп, жол бастады Жангелді. Мақсаттары бір болған, шыққан тегі ауылдан, өңкей жап-жас мұғалім сабақ берді сазыңнан. Беу шіркін-ай, жастарындар атқарған, олған емес хабарлан, концерттермен басталған ауылдағы іс-шара. Оркестрге пайымдап, балаларды дайындап, алып барған бәйгеден атанғанды лауреат. Арқалықтың төрінде сахнада төгілте, ронда ойнады оркестр Әділғазы көзіне. Болу жұмы Дәукеннің аша түсті сазкенін, түлектерін ұшырды жас үміттің кербеде. Беу шіркін-ай, жақсы хабар жетіпті, күш қайратын бекітті, Дәукеннің де әскерге 2 жылы кетіпті. Украина жерінде домбырының төгілте, музызғытта теноршы, суретші бопта көрінген. Қиындықты жең алды, үздік сарбаз аттанды, қайыңдыға қайтадан абыроймен оралды. Бір зат болды дегенмен, шықты кесел көлденең, 90-шы жылдары ауылдарды жерлеген. Қолдамай еш басшылық, қалды мектеп жабылып, Дәукен ашқан саз мектеп, тұр тарихта жазылып. Беу шіркін-ай, аян болып алайда, Дәукен тартты рудныйға, бет колледждің басшысы қарсы алды оңрайда. Жол көрсеткен түс екен, түйе мініп жүр екен, шөккен сол нар егіні Қостанайды қыр екен. Расымен де дәл солай, өткен қайран жылдар-ай, жалындаған жастығын еске алмасын кім қалай.
атын дәукен іске асырды. Ұлттық бөлім басқарды, саз көтеру басталды, ұлттық аспап ұйытты, оркестрге жастарды. Тартып тұрар асқардай, дарын ісі астарлай,